Бала тек менікі ғана емес. Ол сенің де балаң. Баш бөлмең. Бала суицидке барар алдында қоғамға түрлі белгілер бере бастайды. Мынаны бер. Маған ба сонда? Баламен сұхбаттасқан кезде оның әңгімесі көбінесе қоштасуға, қош айтысуға әкеліп тірелетіні. Әдетте бұндайды қасында жүрген достары, мұғалімдері, психологтар, әсіресе отбасы мүшелері байқай алады. Ана. Басымды қатырма! Қатырмасаң қатырма. Бұл қиыншылықтар бітеді жақын арада. Менің ешкімге керегім жоқ бұл өмірде. Мен ол туралы көп ойландым. Қанат қайда? Қанат бағана сабақтан кетіп қалған.